Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Гүлфия. Бүгін 4 қана ингредиенттен дайындалатын өте дәмді салатын жасау жолымен бөлісем. Міндетті түрде баршаңызға жасауға кеңес берем. Шынымен апта сайын дайындайтын боласыздар. Бір жағынан тойымды, бір жағынан өте дәмді, себебі барлық ингредиенттер өзара керемет үйлескен. Тауық етін бейнеде көрсетілгендей ұсақтап турап аламыз. Тауықтың жұмсақ етін тұзды суға пісіріп аласыздар. Пышақпен турау міндетті емес, қолмен де ұсақтап турауға болады, себебі тауық етін білесіздер, өте жұмсақ болып піседі. Мен дайын тауықтың етін қазір ыдысқа саламын. Содан кейін келесі кезекте біз грек жаңғағын тураймыз. Грек жаңғағымен де жуылған, кептірілген, осылай пышақпен ұсақтап тураймын. Достар, осы YouTube каналымда көптеген салаттардың рецептілері бар. Міндетті түрде каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Үшінші кезекте бізде чернослив қосылады. Черносливті де жуып, кептіріп, осылай бірнеше бөлікке бөліп тураймын. Черносливпен кез келген салат дәмді болады деп ойлаймын өзім. Ыдысқа саламыз грек жаңғағы мен черносливті. Және ең соңғы кезекте бізде ананас, яғни консервіленген ананас салатқа арналған. Барлығын ыдысқа салып, ең соңғы майонез немесе қаймақ қосасыздар. Мен майонезбен дайындадым. Жақсылап барлық ингредиентті араластырамыз. Содан кейін бірден дастарханға қойсаңыздар болады. Осы салат 2 тарелка болып шығады. Өте дәмді, жасап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын.